Қазақстанда Абай, Ұлытау және Жетісу облыстары пайда болады. Осы өңірлердің тұрғындары бар ма? Құтты болсын. Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Жаңалықты Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Парламент палаталарының бірлескен отырысында халыққа жолдауы кезінде айтты. Жол шұңқыр-шұңқыр, көктемде қар суы басады, көшелерде жарық жоқ, далада қоқыс шашылып жатады. Бұл Семей қаласының тұрғындары көптен бері айтып келе жатқан мәселелердің кейбірі ғана. Облыс орталығы мәртебесін алған соң Семей құлпырады деп сенейік. Ал Қазақстанның қақ ортасында Ұлытау облысы пайда болады. Қазақ жерінің кіндігі. Президент бұл экономикалық ғана емес, рухани жағынан да маңызды шешім деді. Ал Алматы облысы екіге бөлінеді. Өңірде Алматы және Жетісу облыстары болады енді. Жетісудың орталығы Талдықорған, Алматының Қапшағай. Жалпы Қазақстанда 17 облыс болмақ. Айтпақшы, президент қала атауын осы жердің перзенті Дінмұхамед Қонаевтың есімімен байланыстырса, қолдайтынын жеткізді. Ал сіз бұл